ата-аналар, сіздер осы отбасы мерекесімен құттықтаймын. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Сіздер Ахметхановтар отбасы. Мен өзім есімім Ербол. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Денис Шүкірбайының оқытушысын, бұл индустриялық клубимшіде қазақ тілі пәнінің оқытушысы. Бұл Мансур, бұл нөмір 45-ші жалпы орта білім беретін оқушысы. Біздің қызым Раяна садикте барады, балабақшаға. Отбасымызбен жаңа мерекелері, бұл жаңа ораза айт мерекелері, көрісу мерекесі және наурыз мерекелерін отбасымызбен тойлаймыз. Қайырлы күн. Бүгін жиналған барша қауым, студенттер, отбасылар, ұстаздарымыз, кітапхана ұжымы, отбасы күніне орай ұйымдастырылған керемет шараға бізді қонақ ретінде шақырғандарыңызға өте қуаныштымыз. Бұл Жұбан атындағы кітапханаға біздер ең алғаш рет 2004-2005 жылдан бастап жолдасымыз екеуміз университетте оқып жүрген кезімізден бастап оқырман ретінде тіркелдік. Бүгінгі күнге дейін ол кезде өзіміз білім алып жетіліп, бүгін ұстаз болып балаларға үлгі көрсетіп, білім беріп жүрсек, отбасымыздағы балаларымызға да үлгі болайық деп үнемі байланыстамыз. Ұстаз ретінде шығармашылық байланыстамыз, студенттерімізбен келіп тұрамыз. Бүгінгі өткізіліп жатырған шараларыңызға алғысым шексіз, өйткені отан отбасынан басталады дейміз. Біздің үлкен мемлекетіміздің тірегі ол осындай кішкентай берекелі отбасылардан құралады. Әр отбасы өз отбасында тәрбие құндылығын, ұлттық құндылықты бойына сіңіріп ұрпақ тәрбиелейтін болса, онда нұр үстіне нұр болар еді. Біздің мемлекетіміздің болашағы жарқын болар еді деген келеді. Мына жерде отырған енді болашақ еліміздің ертеңі болып отырған жастарға керемет шара екен. Бастауын тауып отыр, жалғасын таба берсін дегім келеді. Жаңа отағасы айтып жатырған, біздерде енді әке қашанда үлгі, біз үшін бәйтерек, асқар тауымыз балаларымыз үшін. Енді ана ретінде мен үйдің ұйытқысымын, балаларға тек тәлім тәрбие берумен, жолдасының бекіткен ережелерінен шықпауға тырысамыз. Енді отбасының құндылығы дегеніміз ол ең бірінші кез келген отбасыда біріншіден ереже болу керек. Ережені бекітетін отағасы болады. Сол отағасының ережесіне бағынып жүрген отбасының барлығында береке мен бақ орнайды деп ойлаймын. Жаңа ұлттық мерекелер деп жатамыз ғой, енді мереке атаулы көп, бала кезімізде жаңа жыл дегенді жақсы тойлады, наурыз мерекесі. Енді бүгінгі күні өзіміздің ділімізді, тілімізді, ұлттық салт дәстүрімізді насихаттай отырып, көбінесе көп біздер айт мерекелері, жаңа жылда берілетін сыйлықтарды көбіне біздер айтта жолдасымыз екеуміз барлық балаларға пакет қылып дайындап, тума төсімізді аралап шығамыз. Енді бұл да бір ұрпағымызға көрсетіп жатқан үлгіміз деп ойлаймын, ары қарата жалғасын тапса деп. Енді балалардың білімімен, тәрбиесімен айналысу енді бізге тікелей байланысты. Ұлым 45-ші мектептің 3-ші сыныбының оқушысы. Бүгін бізді қолдап, сынып жетекшіміз Күмісхан Рахметоллақызы келіп отыр. Көп рахмет. Көбіне енді ұлымды дамытуға тырысамыз, әуелі ұстаз болып, отбасынан, әке анасынан кейін ұстазы. Біздер ұлым сабағын жақсы оқиды, сурет үйірмесіне қатысады.